Саламатсыздар ма? Бүгін біз химия курсын бастайтын боламыз. Жалпы ең бір әуелі біз атомдық құрылысқа, яғни тоқталамыз. Жалпы атомдық құрылыс негізінде үш негізгі бөліктерден тұрады. Олар протон, нейтрон және электрон. Яғни протондар мен нейтрондар бірігіп нуклон атты құрамдық бөлшекті құрайды. Ол өте маңызды, оны жазайық. Яғни протон плюс зарядты әрқашанда. Нейтрон ол нейтралды, өзінен көрінеді, нөл зарядты. Олар екеу бірігіп нуклон атты бөлшекті құрайды. Жалпы, яғни нуклон, ол ядро болып табылады. Ядро мен электрондар арасында ешқандайда ештеңе де жоқ. Бұл бос кеңістік деп аталады. Яғни бұл өте маңызды. Яғни электрондар мен ядро арасында ештеңе жоқ. Ағылшынша бұл empty space деп аталады, яғни бос кеңістік. Яғни бұдан бұрын осы электрондар туралы кішкене сөз қозғайтын боламыз. Электрондар жалпы электрон бұлтын құрайды. Осы электрон бұлты, яғни оны модельдеу өте қиын. Себебі әрқашанда электрондар үнемі қозғалады. Бірақ, яғни оны осы бағытты енгізу үшін біз орбиталь, яғни электрондардың орбитасы деген ұғымды енгіземіз. Жалпы электрондар орбитасы дегеніміз ол электрондардың ең көп жүретін жолы. Мәселен, мынау ядро делік. Бұл жерде оны қоршап атқан мыңдаған, миллиардтаған электрондар бар. Олардың нақты орнын мен айтып кеткендей айқында мүмкін емес. Сондықтан да көптеген тәжірибелер нәтижесінде олардың ең көп жүретін жолы шамамен, яғни сондай деп орбита деген ұғым қалыптасады. Тағы да айта кететін жайт, мәселен, сендер магний атомының, яғни магний бізде Менделеев кестесінде 12-ші элемент. Әйтсе де, оның 24, массалық бірлігі 24, немесе 25, немесе мүмкін 26 деген сандар кездесуі мүмкін. Неге десеңіз, бұл оның яғни изотоптармен байланысты. Яғни изотоптарына байланысты, мәселен, бұл жерде 12 протон және де 12 нейтрон. Яғни бұл жерде протон, бұл жерде нейтрон, және де бұл бүкіл масса болып табылады. Яғни 12 қосу 12, бұл 24. Бұл яғни өте жеңіл математика болып келеді. Яғни мына жерде де 12, мына жерде де 12. Протондар саны ешқашанда өзгермейді. Сондықтан да 25 минус 12, сәйкесінше 13 және 14 деген шамаларды енгізуге болады. Бұл нені білдіреді жалпы? Жалпы осыған қарап біз изотоп деген ұғымды енгіземіз. Яғни протондар саны бірдей, әйтсе де нейтрондар саны әртүрлі элементтер изотоптар болып келеді. Жалпы ол өте маңызды анықтама, оны жаттап алуыңыз жөн. Жалпы бізде атомдар өте кішкентай массаға ие болғандықтан бізге өте олармен жалпы жұмыс жасау үшін бізге белгілі бір шама керек.
осы шаманы біз ағылшынша ATM, ал қазақша атомдық бірлік, атомдық құрылымдық бірлік деп атаймыз. Ағылшынша жаза берейін, себебі көз үйренсін деп. Негізінде бұл атомдық массалық бірлік бізде 1,661 көбейткен 10⁻27 дәрежесіне тең. Әйтсе де оны әрқашанда жазып, оны әрқашанда санау бізге өте тиімсіз. Сондықтан да ол карбон, яғни көміртек 12 атомының массалық үлесін біз атомдық массалық бірлік ретінде қарастырамыз. Яғни ол бұл шамаға ең жуық мән болып табылады. Килограмм. Сондықтан да басқа да шамалар, басқа да атомдар осы шамаға негізделінеді. Яғни үлкен атомдар 1,5 мәселен атомдық массалық бірлік ретінде беріледі. Ал кішкене болса, олар мүлдем 0,8 атомдық массалық бірлік ретінде беріледі. Бұл яғни өте маңызды болып келеді. Назарларыңыз үшін рахмет. Көңіл бейне бала салған сайранай ақыл, өтерін сызғана күндер қайранай жай байқалмай